Сәлем достар, бүгін біз осындай өте әдемі және жұмсақ пицца жасаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм жылы сүтке 5 шай қасық сметана, яғни қаймақты жақсылап араластырамыз. Салып жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін 1 шай қасық дрожжіні қосып, яғни ашытқыны қосып, онымен жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минуттай қоямыз. Осы аралықта бетінің начинкасын дайындаймыз, яғни бетіндегі салмасын дейміз. Ол үшін бізге колбасалар керек, сыр керек және өзіңіздің қалауыңызша араласаңыз болады. Менде ол 2 түрлі сыр, біреуі вареный, біреуі копченый және сыр. Он минут өтті біздің сұйықтығымызға. Және оның бетіне негізі дрожжі тегдеп шығып тұру керек. Менікі сияқты болу керек. Оған жарты шай қасық тұз қосамыз, 1 шай қасық қант қосып араластырамыз. Және өзіңіздің мөлшеріңізше, яғни жарты пиала немесе жарты кесе подсолнечный масло, яғни күнбағыс майын құясыздар, жұмсақ болуы үшін. Мен сияқты көз мөлшерлеп қоя берсеңіздер болады. Егер мөлшерлеп ала алмасаңыздар, онда жарты пиала немесе жарты кесе өлшеп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз және ұн қосамыз. Оны қамыр қылып илейміз да, оны 20 минутқа немесе уақытыңыз болса 30 минутқа жылы жерге қойып қоясыздар. Ал қазір бетіне соусын дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық майонезге 2 ас қасық немесе 1 ас қасық қаймақ қоссаңыздар болады. Немесе майонездің өзімен жасай берсеңіздер де болады. Мен екеуін араластырамын және оның бетіне томат қосамын. Яғни розы цвет шығу үшін томат қосамын. Егер сіздерде кетчуп болса, кетчуп пен майонезді араластырып, сонымен жасасаңыздар болады. Менде кетчуп жоқ, сондықтан томатный соусты қосамыз. Және қамырымыз кішкене көтерілгеннен кейін оны табамызға май жағып, оны мен сияқты осы бетіне, табанның бетіне жайып шығамыз. Табанның бетіне жайған кезде қолмен жаю керек, себебі егерде ұн тиетін болса, онда ол қатып қалуы мүмкін. Сондықтан қолдарыңызды кішкене майлап, солай жасасаңыздар болады. Мен кішкене майлап жасап жатырмын, себебі қолға жабысып қалуы мүмкін. Және осылай жайып болғаннан кейін бетіне соус жағамыз. Және жаңағы тура алған салмаларымызды сала бастаймыз. Және бұл жерде өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады дедім. Бұл жерде помидор, немесе соленые огурцы, перец және тағы да басқаларын қоссаңыздар болады. Яғни мезгілдеріне байланысты қоса берсеңіздер болады. Міне мен осы кезде соусын жағамын. Мен бұл жерде бұл пиццаға 2 есе көп мөлшерде қостым. Егер сізде бір пицца болатын болса, онда 2 есе аз қолдансаңыздар болады. Енді мен адам санына байланысты көп қылдым. Негізі соусты жақсылап жағыңыздар, бірақ енді көбіне шетіне шығармай жағу керек, бірақ менде шығып кетті, мейлі
осыдан кейін бетіне қоя берсеңіздер болады. Мен сияқты әдемілеудің қажеті жоқ енді, бірақ сәндеп қойсаңыздар болады. Міне мен осылай сәндедім, яғни ара-арасына әртүрлісін қосып, сөйтіп мен сияқты сәндесеңіздер болады. Және осыдан кейін бетіне сыр қосасыздар. Негізі сыр міндетті түрде болу керек, себебі сырсыз енді әдемі көрінбейді. Сондықтан мен осылайынан кішкене ғана қосамын. Егер сізде аз болса, онда мейлі қоспай қойсаңыздар болады. Бірақ мен қостым. Үйде бар сырды. Және 250 градуста 15-25 минут аралығында пісіресіздер. Яғни сыры жақсылап еріп, қызылдау түске енуі тиіс. Міне осылай. Өте әдемі болып шығады. Дайындап көріңіздер, және өте жұмсақ болып шығады. Сау болыңыздар.